Балдың қандай пайдасы бар? Балдың қандай түрлері болады? Осы сұрақтарға бүгінгі видеомда жауап табатын боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Мамандардың айтуынша, балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан құрамын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді, мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық өңезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек қан тамырлары ауруына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, құяң мен өтке де пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде пайдалануға болады. Балдың сондай-ақ аллергияға, бактерияға, қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған. Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне байланысты өзгереді. Балдың сапасы негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдығы, қоректік және жабысқақ қасиеттері арқылы ажыратылады. Өте құнарлы, тойымды болғанына қарамастан, құрамында ауыр қорытылатын элементтер кездеспейді. Бал құрамы қанға, одан жасушалар мен тіндерге тез сіңіп кететін көмірсулар, белоктар, протеиндер, яғни аминқышқылдар мен органикалық қышқылдар жатады. Минералды тұздар, оған калий, кальций, натрий, темір, хлор тұздары және күкірт, тағы да басқа көптеген минералды тұздарды кездестіруге болады. Пайдалы микроэлементтер мен ферменттерге өте бай. Құрамындағы фруктоза, глюкоза және құрақ қант, бұлардың барлығы да адам ағзасына аса қажетті. Бал арасы қандай жәндік? Жарғақ қанаттылар тобына жататын бал аралары негізінен аналық, аталық және жұмысшы болып үшке бөлінеді. Олар жеке-жеке емес тобымен тіршілік етеді. Мәселен, бір ғана ара ұясынан құжынғанда мыңдаған араны көруге болады. Араларында сан жағынан азы аналықтары болса, жүздегені еркек, ал қалған негізгі көпшілікті жұмысшы араларды құрайды. Бір қызығы, бұл аралардың әрбірінің өзіне тән міндеттері бар. Қай-қайсысы да өз ісін барынша тыңғылықты орындайды. Мәселен, аналық ара жұмысшы араларға гүл тозаңы мен бал жинатып, ұя салдыртады, ұрпақ өсіреді. Еркек араның міндетіне аналық араны ұрықтандыру, ал негізгі қара жұмыстың барлығы жұмысшы араларға тән. Аралар бір маусымда 2000 жұмыртқаға дейін салады. Құран аяты не дейді? Қасиетті Құранда балда шипа бар екендігі айтылған. Жаратушы ие араға бал жасайтын түйсік тартқанын мына аяттарда айтады. Раббың бал арасына былай деп уахи етті: таулардан, ағаштардан және адамдар салған күркелерден өзіңе ұя жаса. Сосын әртүрлі жемістермен қоректеніп, Раббыңның саған жайылуға жеңілдеткен жолымен жүр. Араның қарнынан түрлі түсті бал шығардық, онда адамдарға шипа бар. Әлбетте, мұндай ойланған қауым үшін ғибрат жатыр. Нахл сүресі 68-69 аяттар. Ара балының түрлеріне тоқталатын болсақ, негізінен ара балы бір шырынды және көп шырынды болып бөлінеді. Бір шырынды бал тек өсімдіктердің бір түрінен ғана жиналған шырын. Оны өсімдіктердің түріне қарай қара құмық балы, жеке ағашының балы деп неше түрлі айтады. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналған шырын. Оны табиғи бал беретін өңірлерге байланысты дала балы, тау балы, бақ балы деп те ерекшелейді. Табиғи балдың түрлері. Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қанты бал араны қант шырынымен қоректендіру арқылы алынады. Сатушылар оны табиғи балға араластырып сатады. Бұл орайда табиғи, жасанды балды ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді. Жасанды балдың құрамында қант крахмалы, ұн
желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағдайында анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін 1 стакан қайнаған су аласыз да, оған балды араластырасыз. 1 стакан суға жарты стакан бал. Сол кезде тұнбаның төменгі жағында немесе бетінде механикалық қалдықтар шыға келеді. Ол балдың құрамында крахмалдың бар екендігінің айғағы. Гүлдейтін қаншама өсімдіктер бар болса, соншама балдың түрлері бар. Біз енді солардың бастыларын атап айтсақ. Түйебұршақ, яғни донник балы бірінші сортты балға жатады. Ақ немесе ашық янтар түсті болып келетін хош иісі бар балдың бұл түрі глюкозаға бай. Түйебұршақ балы ішек ауруларына пайдалы. Шайқурай, кеперей балы мөлдір жасыл сары түсті сұйық бал. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараны қайтаруға пайдаланады. Жөке, яғни липа балы жақсы сортқа жатады. Сары, жасыл түсті балдың бактерияға қарсы қасиеті бар. Жөке балының тамақ ауруларына пайдасы мол. Сондай-ақ тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын қасиеті де бар. Шабындық, яғни луговой балы бірінші сортты балға жатады. Сары, қоңыр немесе алтын түсті болады. Шабындықтағы түрлі гүлдерден алады. Бұл бал арқылы тыныс алу, жүйке, жүрек және ас қорыту жүйесін емдеуге болады. Таңқурай, яғни малина балы ақ түсті болады. Жоғары сортқа жататын балдың бұл түрі суық тигенде тұмаудың алдын алу үшін пайдаланады. Қарақұмық, яғни гречишный балы қою қызыл немесе қоңыр түсті болады. Жоғары сортқа жататын бұл балдың ерекше иісі бар. Қарақұмық балы темірге, магний, мысқа бай болғандықтан түрлі қан ауруларын емдеуге пайдаланады. Жүйке жүйесіне де қарақұмық балы бірден бір ем. Сондай-ақ тері ауруларында балдың осы түрімен емдеуге болады. Балдың құрамы мен қуаты. Ара балының химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, ол өскен топыраққа, сол жердің ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне тығыз байланысты. Гүл балының құрамында 12-13% су, 0,4% белок, 0,3% күл, көмір сүтегі, глюкоза, жүзім қанты, сахароза, мальтоза, тағы да басқалар бар. Және де B3, B5, А, С, H, Е, К дәрумендері, минералды тұздар, ферменттер, сондай-ақ химиялық элементтер, атап айтсақ калий, кальций, фосфор, хлор, күкірт, натрий, темір, марганец, мыс және тағы да басқа элементтер кездеседі. Бұлардан басқа алма, жүзім, қымыздық, тәрізді қышқылдар да бар. Ара балының сапасын негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдығы, қоректік жабысқақтық қасиеттері арқылы анықтайды. Ара балының қуаты жоғары. Оның бір келісі 3150 калория қуат береді. Ара бала адам ағзасын дәрумендермен, белокпен, ферменттермен, тағы да басқа тіршілікке қажетті заттармен байытып қамтамасыз етеді. Балды құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеде 5 градустан 10 градусқа дейінгі температурада сақтайды. Достар, бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.